Сәлем достар, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Ой, кешіресіздер, вентиляторды өшірейін, есіме шығып кетті. Вентиляторды өшіріп тастадым, қайттан күн ысып кетті ғой, 30 градус ыстық болып тұр, қапырық болып тұр. Может, жаңбыр жауайын деп жатыр ма? Камера басымның жартысын көрсетпей тұрғаным ыңғайсыз болып тұрды. Бұлай полный түсірейін десем, тамағым көрінбей жатыр. Мынаны сәл беріп қойын. Тегі мынандай мукбанг түсірген өте ыңғайсыз екен. Бүгін менде не? Бүгін менде өткендегі жапқан огурцем бәрі керемет. Банкілердің біреуі жарылған жоқ. Мынау огурцы сатып алғанбыз ғой, ана жылы. Менде көп банкілер осы сатып алғандар. Там сетсевили дей ма, не дейді? Сондай сатып алған былтыр көп, 1500 теңгеден былтыр алғам ғой. Биыл вообще қымбат шығар. Соң биыл өзім жабам құрсын дедім да. Мына ашамыз қазір. Көздеріңізше ашатын боламын, өзім жапқан алдап неғылмасын деп ше. Мынау алдың жапқан салатым, мынау икра, баклажанны икра. Зорға алып қалдым, не осы мукбанг істеуге. Жеп қойып жатыр қойшым, баламды нанмен батырып прям. И мынандай қазір сырты бар еді, сыртын көрсетейін. Не бұл? Мен өзім жақсы көрем, анда-санда алып жеймін. Кимчи рамен, корейский, Корея деп тұр ғой. Кимчи рамен бағасы да нормально бұның, өзі де дәмі де жақсы. Маштаба дей ма? Маштаба істеп жатырмын, демдеп, машын қайнатып, енден жарылайын деп тұрған еді. Күрішті салып, нетіп қойдым. Күрішін салып, картошкасын салып, демдеп қойдым. Жақсы көрем, сол тамақты да, кішкентайымнан жақсы көремін. Балам да жақсы көреді, соны істесем. Сол істедім, біраз болған істемеген, мен машпен. Айтқандай, сол маш дегенді Шымкентте көп қолданамыз ғой, может, Өзбекстанға жақын болғаннан кейін шығар. Алматыда зорға таптым, бір магазиннен таптым, үй жақта 2-3 магазиннен, біреуден сұрасам, ол не ол дейді вообще, маш деген не ол дейді да, өшім. Бисмиллахиррахманиррахим. Наным мынандай. Свежий. Күйеуім алып келді жаңа. Олар далада жүр айтқандай. Балдарды далаға алып кетті. Арбуз алып кетті. Арбуздарын жеп. Мен енді олар кеп қалмай тез мукбанг істеп тастайын да. Что? Да, но холодильникте тұрса вообще, дам вообще ашылады да ше. В общем, керемет. Сокым, яблочный сок. Бір газированный мохито-ма бір нәрсе ішейінші деген едім. Оған далаға баруға уақытым жоқ. Күйеуім айтайын десем ойнап жатыр ғой қойшы оларға. Нетпей ақ қойын дедім. Апельсиновый сок бар еді, әдемі бітіп қалды. Огурцемді ашуым керек еді, қазір ашам. Ыстық. Бұл ашшы. Қатты емес болады. Бірақ мен ашшы жақсы көрем, чем тәттіге қарағанда ше. Аузымда ештеңе жоқ па? Өткенде алып қойғам ғой. Тұр ғой, жей салайыншы, мукбанг істей салайыншы дедім. Ерінем ғой, мынан бәрін дайындап түсіруге ше. Жұмысым көп, әйелдердің жұмысы бітпейді екен ғой біздің. Далаға шығып балдарыммен бірге жүргім келеді да. Қайдан? О, кеше кішкентай кілемді жудым, мына жерде тұрған кішкентай кілемді жудым, жібіт қойып, ваннаға жібіт қойып, щеткамен нетіп жүрсеңіздер, тап-таза болып кетіп қалады екен, қиналып, далада езіп, ондай емес. Біраз жібіт қойғам, 3-4 сағат жібіт қойдым. Бүгін енді кухнядағын жуып асам ба жатырмын. Сөйтіп, короче, үлкен кілемді неге берем?
кір болып кете береді ғой, балдар ананы төгет, мынаны төгет, аяқпен кіріп келе салады даладан ше. Шеш деп үлгере алмай қаласың. Сок төгеді. Мынаны ашайын, я? Білмеймін, айландырған бір бөлме. Жұмысым бітпейді. 2 бала. Үйде күйеуім көмектеседі. Мен бүйтіп ашамаймын. Қатты тастай берем. Мынандайға бола ма, болмай ма деп едім, болады екен. Жауға. Масқара қылмайын қазір, мына жерде атылып. Ой. Сындыр жер. Қатты қыстаған ғой, шандай резиновый перчаткамен. О, ашылды. Ауа келіп деп. Сондадым. О, ашылды. Yes! Ал көріктен бисмиллахиррахманиррахим деп. Біреуін алайын. Сен соғын көрейші бірінші. Иснай. Бәрі в меру. Тұзы да. Анам қатты қайнап отыр, қазір жай қой. Тұзы да, ішіндегі приправасы да, енді бәрі керемет болып тұр. Ал, бісмілда. Жақсы. Тағы біреуін көрейін. Өзім жей салам ондан бәрін. Мына не істеп отыр демеңіздер. Әдемі. Қыста селедкамен, любой нәрсеге, салаттарға қоссаң жақсы да. Соленый огурцы. Біз селедка сосын барып анандай нелер жақсы көреміз. Копченый балықтарды ше. Көп алып жейміз қысымен. Еще огурцыдан любой тамаққа қосып жесең де күшті болады ғой. Күштің күні. Палауға кез келген. Қазір жақсы, бірақ қазір жегім келіп тұрған жоқ. Нормально жақсы дәмі, әдемі. Сорпаны іше алайыншы, сөзін жейміз. Прям ана не зелендердің дәмі керемет күшті шығып тұр. Сельдерейдің иісі дәмі. Көп банка жауып тұтан ғой. 1 литрліктен 6 алып, 2 литрліктен 4 бізге қысқа мынадан жетеді. Біреулер осын суын төп тастап жеп атады ғой, мен суымен жақсы көрем. Суымен жақсы көрем. На, қосып көрейікші. Оды самағым өшіп жей салам дедім ғой. Сіздерге көрсетем дедім ғой, осыны ашып жеп. Мынандай крышкамен болады екен жабуға. Тоже аналар сияқты. Жаңа бүйтіп пышақпен тескен, пук деп. Магазинде сатып алған кезде сөйтіп тесіп ашасың ғой. Так етіп ашылды. Знаешь, ауа кірмеген жақсы. Наны қара нанмен, булка нанмен жесең күшті болатын шығар вообще. Қыстың өзі. Енді біраз демалып алып, мына жерде пердемді мынан ағын ішіндегісін жуып қойдым. Белесін аған неге салып жібіп қойдым. Оны жуып алам қазір. Тамақ ішіп болған екен. Сосын барып бала шаған жатқызып, түнде ананы жуам. Кілемімді жуам.
солардың бәрін бітіп болғаннан кейін не қылам, банка жабам қайтадан, сәтсебелей жабам. Бір әдемі рецептті көрдім, сол рецепт бойынша жабам. Өзімнің арасында нелерімді қосып жүремін да, фантазиямды. Балам мен сияқты салат жақсы көреді. Мен де салат жақсы көрем. Нан батырып тұрып жегенде. Балам тура сондай. Қызым онша не қылмайды салатқа, папасы сияқты. Бірақ біз мамам күшті жабады да салатта. Бауыржан, күшті жабады. Мамаң әдемі салаты. Бұндай салат бірінші жедім деп жейді. Ауылдан келген салат. Ауылда бер жүреді о тоже. Сол мамам рецептінен тағы бір салат жабам одан кейін. Банкым көп. Банкын мен тастамайым, вообще жинайым. Чересчур андай кішкентайларын лақтырып жүрем енді. Но жарты литрлік, 1 литрлік жинай берем. А 2 литрліктер ауылдан келген бар арасында. Алдын басқа квартирада тұрған кезде сол жерде жеп тастай берген балкондарына. Суын алып келдім. Хозяиннан сұрап алдым сол жердегіші. Сөйтіп ала бер, керек емес деді. Бәрін жинап қап көп ем, прям балкон тола. Алып келем. Ауылға бер жердің жартысын. Жартысын емес. Жартысынан көбін. Көп еді, прям енді қырғын еді. Обал ғой, 140 теңге ма? 1 литрліктер. Банка қымбат. 10 алсам мысалға 1,5 мың болады. 1 литрліктер. 2 литрліктер одан қымбат шығар? Білмедім даже. Ол да ақша ғой. Тастап, мусорға тастап не қылам? Тазаларын, нелері, ауыздары сынғанын тексеріп лақтырып тастап, өткенде сорттадым да, ана жақта балконда бірінің үстіне бірін престеп қоя берген кейін, 3-4 сынған. Соларды не қылсам, шығарып тастадым да, қалған бәрін сорттап, 2 литрлікті бөлек, 1 литрлікті бөлек, жарты литрлікті бөлек, сөйтіп қойып тастадым. 3 литрлік жоқ па мойым? 1-2 бар ал. Компот жабам еще. Компот жабу керек. Өріктен, не бар тағы, алмадан сол компот жауып тастау керек. Қазір бар ғой, сатып аласың ғой, күйеуім. Аламыз ғой, сатып не қыласың дейді. Қойш, өзімізде қолдан істегенге жетпейді ғой бәрібір. Суын шамадымшы. Жаңа күйеуім дарбыз алып келген ғой. Сол дарбызды жеп қойып қалдым. Нансыз құры дарбыз жедім, артынан дизи іштім. Дизиімді сағын, қайтадан бастадым. Анда-санда болады ғой деп. Енді не жейміз? Енді десертке қауын жейміз. Қауын жақсы көрем. Өткенде алғам қауын. Өткенде емес, кеше ма? Кеше ма алдым күнім алғам қауын. Соны өзім жеп атырмын. Менен басқа ешкім жемейді. Балдарға турап берем жемейді. Күйеуім вообще жемейді. Білмеймін неге. Дам әдемі енді. Прям шырын десем өтірік айтпаймын. Кесемізді прям көздеріңізше кесіп, сәндеп жүрудің қажет жоқ. Бейдемізді. Баяда үсті ұзын кесіп беруші еді ғой. Атам әдеміліп соны бейді. Бетіндегі жұмсақ тәтті болады ғой. Сөйтіп жүруші еді ғой. Прям қант қосып тастаған сияқты. Тәтті. Өзім жеп қойдым, дәу қауын ғой. 2 күн болды. 2 күннен бері өзім жеп атырмын. Ешкім жемейді менен басқа. Қауын жеміп тұр мұздай. Прям тісімді андай қашым. Бұрын мен кішкентай кезімде
дарбызға қарағанда қауын жақсы көретін едім. Қазір көбінесе дарбыз жеймін, бірақ екеуі бірдей. Иногда қауын жегім келеді, иногда дарбыз бәрібір. Бірақ бәрібірден де мындай фруктыға, ягода, фрукты дегендерге онша нем жоқ меніңше. Тамаққа былай осы кежірестір ұшып осы балдарды босанғалы кішкене аппетитім ашылып, тамақ жейтін болдым. Алдын мүлдем жемейтін едім. Ал сен бір-екі тістеп тастай беретін едім. Қызым әлемет түнімен ем шығады. Азында тұрасын, ақша шоқтан келген адам ұқсайды. Осы жұрттар айтады да маған, әлі емеді ма деп, көшеде де еме салады ғой қайтып қойған. Әлі емеді ма деп. Иә деймін да, сөйтсем, неге шығармайсың, үйтпейсің ба, бетпейсің ба? Көп ақыл айтатындар. Ауылға жібермейсің ба, бір аптаға біреуге бермейсің ба деп. Бір апта түгіл бір сағатқа бере алмаймын, мен шынымды айтайын, иә. Өзім аңсап зорға жеткен екен. Мен қойшы бала күйеуім шыдай ала ма деймін да. Ол да шыдай алмайды. Білмеймін енді. Бере алмайды екен, мен үйтіп жүре алмайды екен, біреуге беріп. Күйеуім сонда крем іздеп жатыр дейді. Кірсе кіре берсін, болдым ғой уже. Десертке өттім ғой. Қай жерге келіп едім? Сол. Қызымды бере алмаймын ешкімге. Мен үйтіп не қыламайды екен. Одан кейін бір-екі рет шығарып көрейін деп анандай не жақтым. Зеленка, там бір нәрселер жақтым. Қап-қара не деп. Қап-қара краска жақтым. Тень. Жу деп апарып. Екі жасында ғой, апарып, ненің ракетаның жанына апарып, жу дейді ғой маған. Сосын шыдай алмай еміздіп қойдым. Күйеуім де емізе саш деп. Жүрегі ауырып кетеді оның, көзіне жас толып сразу. Емізім? Күйеуге тигенше емізім, жұмыстар қанша деймді. Емізетін мен ғой. Жылда туып атқан жоқпын. 10 қызым жоқ. Жалғыз қыз, жалғыз ұл. Менікі ғой. Жұмыстарым қанша, өзім білем. Есі кіргенде қояды кішкене. Жолдақ миым ашып, бірінен кейін бірін туып атсам ақылда, анаусын шығар дейтін. Жоқ, осы екеуі ғой. Біздің барымызда, нарымызда. Кейін көреміз, тағы да туамызда, тумаймызда. Кішкене бұларды аяқтан тұрғысы қойық. Алла бұйырса үйлі жайлы болып алайық. Сосын барып көреміз. 40-қа дейін уақытым бар ғой. 40-тан кейін де той арады біреулер. 40-қа дейін қазір 37-ге толам. Қыркүйектің 7-сіне 37-ге толам мен. Мен туған күнім қыркүйекте. 37-ге толам. 3 жыл қалады ма 40-қа дейін. Оға дейін бала шағам 5,5-6-ға мектепке барқалады уж. Сол кезде не қылатын шығармын, еще түсінде көрген ғой тағы біреуін. Үшіншісін түсінде көрген ғой. Так что үшіншісі де болады. Ол екен ол деп қоямын. Алла берсе болады ол бәрі. Алланың қалауымен барлық нәрсе. Достар, болды. Қанағаттандым, тойдым деп айтпайды ма, не дейді? Қанағаттандым. Өте дәмді болды бәрі. Огурцың да жақсы. Тұзы да бәрі жақсы. Жақсы екен, әдемі. Қытырлақ. В общем, тәттіден кейін әшші жеген андай екен. Әшші емес андай да. Соленый ғой енді. Бала шағам келе жатырмыз дейді, кіреміз үйге дейді.
үйге кіреміз деп жатыр дейді. Тамағымды демдеп қойдым, уже пісейін деп тұр. Соларды тамақтарын беріп, ары қарай тіршілігімді істейді, күнделікті бітпейтін. Сол сау саламатта болыңыздар. Менің рецептім бойынша жабыңыздар. Банкі жаба алмайтын, банкілері атылып кете беретін қыз-келіншектер болса жіберіңіздер. Жігіттерді көп көреді мені, әйелдеріңізге көрсетіңіздер, банкі жаба алмай или банкісі атылып кетіп жатса. Менікі атылған жоқ. Төбеде кладовкаға шығарып тастадым, алдын жаққан икрамды, баклажанный икрамды. Соленый огурцы 2 күн тұрсын еді ғой, бүгін 2-ші күн енді аштым, бетіне қалың плет жауып тастаған едім. Енді ашып, міне жеп жатырмын. Енді онда төбеге кладовкаға қазір күйеуім келсе шығарып тастаймыз. Ана төбедегі ше, есіктің төбесін, в общем, кіре берсе коридорда. Соның төбесіне шығарып тастаймын. Сол атылған жоқ, ол да бәрі жақсы, түрі де әдемі болып тұр. Даже бұрап жапқанның өзі күшті болып тұр. Зорға аштым, көздеріңізше аштым, көрдіңіздер. Сол ұзақ түсірмей кетсем, мынау немеге жалықты ма деп ойламаңыздар, просто тоже уақыт жоқ, бұған да уақыт керек, арнайы уақыт бөлу керек. Күн жылы болса жақсы, балаша далаға шыққан кезде балдармен сұрамай, мысалға қазір балдар болып мукбанг түсіретін болса, мынаның бәрін басыма кигізетін еді. Балдар жоқ кезде осындай бір несі қолайлы сәті бір туып қалған кезде түсірмесем. Солай, достарым, құрметті менің оқырмандарым, сүйікті оқырмандарым. Менде 7000 подписчик бар, 7000-нан асты, 7,5 болды қазір таңда. Сол 7000-ның хотя бы 3000, 4000 көрмейді ғой видеом, неге екенін білмеймін. Мен хотя оларды сатып алған жоқпын. Маған жазылыңдар деп ақша беріп сатып алған жоқпын да. Өздері жазылып жатыр, адамдар өздері ұнатып қалап, тірі адамдар ғой жазылып жатқан. 100-ге жетпейді просмотр, неге екенін білмеймін. Не істеу керек екенін білмеймін. Жарайды, енді өстіп болып кетер. Бәрібір де YouTube каналы өзіме ұнайды. Ақша тапсам да, таппасам да, тапсам одан да жақсы болар еді, таппасам да өзіме ұнайды. Осындай нелермен бөлісіп, өз тәжірибелермен бөлісіп. Ары қарай да Алла бұйыртса түсіре беремін ғой енді. Бала шағама қалады ертең естелік болып, кейін қартайғанымызда көріп отырады. Мамам біз мынандай болып қойды, немерелеріміз көріп отырады. Так что сол. Бала шағам келе тұр. Пока. Ау жаным. Қайдан келдің? Аяғын шеш. Привет деп келе тұр ғой маған. Заным. Йоп. Не дейсің? Кім берді оны? Аяғын шеш. Айто. Аяғын шеш. Шеш. Ал, пока. Достар, сау болың. Мыналар төкпей тұрғанда, қиратпай тұрғанда құртайтын андай. Асығысың, ау жаным. Күнім айым жолдасым. Мен ұйқы етем деп келе жатыр. Ұйқысын өсек қандай? Жоқ емес, жатамыз деген сөз. Жарығым, жапырағым, шашыңды ойбай, басын яқып шешіп тастадым. Кел, мәме беріп.